Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Расул ағай және FM онлайн білім беру орталығы. Бүгін біз 1-90-ның, яғни геометриясының бірінші тәжірибесін талдайтын боламыз. То есть бірінші тәжірибе болғанда жалғыз тәжірибе өзі. Енді өзіміз таныстырып кете салайық. Бұл бізде FM онлайн білім беру орталығының негізгі Instagram парақшасы. Тіркеліп алсаң болады, иә? Пайдалы ақпараттар өте көп. Және мынау осы FM онлайн білім беру орталығының негізін қалаушы ОБТ экспертіміз біздің Шаринган ағайымыз. Осы біздің FM онлайн математика, физика, информатика пәндері бойынша топ 1 курс деп айта аламын. Және біздің курс туралы толық ақпаратты мына төмендегі номерге жазып білсеңдер болады. Және бұл номерге жазып басқа да тегіс сабақтар қосылып алсаңдар болады. То есть курсқа тіркелместен бұрын пробный ретінде, осы номерге жазып көрсеңдер болады. Және егер курсқа тіркелетін болсаңдар, менен, яғни Расул ағайдан келдім деп айтатын болсаңдар, сіздерге белгілі бір жеңілдік жасап береді. Сол нәрсе. Келесі неге қарай өте берейік, енді слайдқа қарай. Так, менің енді Instagram парақшам, өзім таныстырып кете салайын. Мен осы FM онлайн білім беру орталығында математика пәнінің мұғалімімін. Қазіргі таңда Еуразия ұлттық университетінде білім алып жатырмын математика, педагогика бағыты бойынша. Instagram парақшам мынау, тіркеліп алсаңдар болады. Мынаған Telegram парақшама тоже тіркеліп алыңдар. ОБТ бойынша барлық жаңалықтар, математика бойынша қызықты контенттер менің парақшамда жетеді. Так, менің YouTube каналым. Бұл жерде мен өзім кәдімгідей жүргіземін, жеке. Осыған тіркеліп алсаңдар болады. Жалпы құпия нұсқа талдаулар, математикаға байланысты қызық есептерді талдап осы жерге салып отыратын боламын. Жақсы, енді есептерге қарай өтейік. Так, не дейді? Жазбасының ауданы 48 см болатын куб қырдың ұзындығы дейді. То есть бұл жерде мен әдейі сіздерге сурет әкелген жоқпын. Неге? Потому что бұның сурет салғанына да бал береді. Мен өзім салып көрсетейін дедім. Енді бұның суретін қалай саламыз? Қараңыздар, бүйтсек болады бұны. Былай түзу салып аламыз, и былайына саламыз. И былайынан тоже салып жіберейік. Бір-біріне параллель болсын енді. И осылай қосамыз. Енді осы жерде мынаның артынан былай қарай түсіреміз. Енді іштен тоже түсіреміз. Енді осы жерде мына екеуін бір қысқа алайын и өйстіп қосайық. Мына екеуі бір-біріне параллель болсын енді. Үстіндегісіменше. И мынау осылай түсін, и осылай түсін. И мынау бит түсіресіздер. То есть бұл ар жағында көрінбей тұру керек қой. И мынау былай қарай түседі. Енді осындай бізде куб шықты. Типа енді ұқсады енді. Қатты бір суретші емеспін енді. Енді қараңыздар. Мынаның барлық жазбасының ауданы 48 см квадрат дейді. Ондай болса не болады екен? Бұның барлық жазбасы дегенде оның әрбір жақтары 6 одан да, яғни 6 жағы бар деген сөз. То есть мен 48-ді 6-ға бөлетін болсам 8 алам. То есть мен істедім, мынаның бір жағының не істедім, ауданын тауып алдым. Ал ол бір жағының ауданы қанша еді? S1 дей салайыншы. Ол менде А кубиту В. То есть А кубиту В болғанда біздің А мен В'міз бір-біріне тең, онда бұл бізде А квадрат болып кетеді. Енді мен істеймін, S1-дің орнына 8 қоя салайын, и A'ны табуым үшін екі жағын түбірге ала саламын. Сонда бізде A'мыз тең болады нешеге? Түбірасты 8-ге, немесе 2 түбірасты 2-ге тең болады екен. Так, келесі есепке өтейік. Тік призманың табаны катеттері 6 см және 8 см болатын тік бұрыш үшбұрыш дейді. Құрамында үшбұрыштың гипотенузасы бар, бір жағының диагоналы 26 см тең, призманың биіктігін тап дейді. То есть бұл жерде де біз сурет салуымыз керек болады. Қараңыздар. Табаны тік бұрышты үшбұрыш дейді. Оны примерно былай салсақ болады. Былай әкелеміз, и былай әкеп бит келтірсеңіздер болады енді. Былай әкелейік. Осылай әкеп алайық. Немесе мына бір жерді бүйтіпше, бір-біріне тең болмағандықтан бүйтіп әкеп қойсақ болады. Осы дұрыс болатын секілді. Енді қараңыздар. Былайынан түсіреміз. И сосын мынаған параллель болатын былайынан табан бүйтіп жүргізіп жібере қоямыз. Сурет салатын кезде. И мынаны былай қарай бүйтіп түсіресіздер. И мына жерге келген кезде бар ғой. Мынаған там параллель болатындай бір ар жағына қабырға саласыздар. Бұл бізде 3D болғаннан енді осылай салынады енді. Так, енді бір катеті мынаны 8 дейін, мынаны 6 дейін. Мынау бізде тік бұрышы. Енді не дейді? Құрамында үшбұрыштың гипотенуза бір жағын. Так, мына жер бізде гипотенуза, и мына жерде бізде диагонал бар дейді. То есть мен оны басқа түсетін ала салайын. Қараңыздар, мынау бізде 26-ға тең дейді. Енді біз мына x деп мына бір жердің гипотенузасын таба аламыз. Әрине x тең болады. Түбірасында 8-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты. Енді бұл жерде тең болған қаншаға? 10-ға есептеп көріңіздер. Сонда әрін 10 деп жазайын.
Енді ол үсті 10-ға тең болса, асты тоже 10-ға тең болады. Енді мына жерде бізде h, менен сұрап тұрған жалпы h сұрап тұр. Сонда h тең болады, түбір астында 26-ның квадраты минус 10-ның квадраты. Енді бұны есептейтін болсаңыздар, бізде түбір асты 576 ма шығады, наверное. Сондай шығу керек. И бұл бізде жоқ 576 емес. Есептеп көрейікші, бермей. Мен аны а квадрат минус б квадратымен ашылайын. Сонда бұл дегенің менде 36 көбейту 16 деген сөз. То есть 36-ны 16-ға көбейтетін болсам, 36 көбейту 16, дұрыс 576 екен. Қайда есептеппін? И 576 деген сөз түбірдің астынан 24 болып шығады. Осындай бір қысқа есеп. Так, келесі. Енді призманың бүйір бетін аудан табыңыз дейді. То есть бұл жерде бір кәдімгідей есеп, и соны А, Б, С деп бөліп тастаған. Так, енді мына жерде ақпараттар керек болады призманың бүйір бетінің ауданына. Так, мына бүйір бетінің ауданы, яғни бүйтіп жазайын, SBB. Бүйір беті. Енді бұл нешеге тең болады? То есть мен былай жасай аламын, қараңыздар. Мына табаны бар ғой, мен үстінде астында табаны барлығы бірдей. То есть мен мына бір қабырғаларды, яғни мынаны бір-біріне қосамындағына, оның биіктігіне көбейтетін болсам, просто мен бірден оның бүйір бетінің ауданын таба саламын. Ол қалай жүргізеді көрсем. 8 қосу 6 қосу 10, и осыны биіктігі 24-ке көбейтеміз. Сонда бұл жерде бізде есептеп көрейікші. Так, ана жерден бізде 24 шығады, то есть бізде 576 шығады деген. Қайта. 576 шығып тұр. Енді келесі есеп қандай? Келесі призманың толық бетінің ауданы тап дейді. Жақсы. Толық бетінің ауданы. Біз білеміз, что мынаны жаза берейікші. S толық беті тең болады S бүйір беті қосылған S табаны. Дұрыс қой. Енді осы формулаға сүйенемді мен істеймін, бүйір бетінің орнына 576-ны қоя салайын. То есть, значит, менде 576 қосу S табан. Енді табанның ауданын қалай табам? Қараңыздар, мына жердің и мына жердің ауданын апарып қосуым керек екен бір-біріне. И сөйтемін да ана жерге қоя салам. Так, менде жалпы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын қалай табам? То есть бізде мынадай бір тікбұрышты үшбұрыш, мынара 8, мынара 6, мынара 10 болатын болса, бұның ауданы менде мына екі катеттерінің көбейтіндісі жарсам тең болады. Сонда бұл дегенің менде 2-ден 1 8 көбейту 6. Енді бұл астында да үстінде де болғандықтан тағы біреу жаза салам. 2-ден 1 8 көбейту 6. Енді бұл жерде енді есептеп көрсеңіздер 576 қосылған 48 шығады. Енді бұл жерде, наверное, қалай болады? Так, калькулятормен қосылайыншы. 576 қосу 48, 624 шығады екен. 624. Осындай бір жақсы есеп екен енді. Призманың толық бетінің ауданы жаңа таптық. И тік параллелепипедтің табаны қабырғалары 5 см осындай болатын. Параллелепипедтің толық бетінің ауданы 3 деп. Параллелепипедтің биіктігі жақсы. Біз бұған сурет салуымыз керек, бұған тоже балл береді. Суретін салып көрейік. Жаңаға ұқсайтын болады енді. Бүйтеміз. И бүйтіп ашайық. И былай саламыз, Неге өйтіп салатын? Потому что оның мына табандары бар ғой. Не болып тұр? Параллелограмм болып тұр. И соған сәл ұқсаттырып салып жатыр. Так, мынаған параллел қылайық. Мынаған параллел. Типа енді осындай болады енді. Так, енді былай қарай түсіреміз. Мынаны максималь түсірсең. Мынаны бірдей қосамыз. И мынаған параллел. Енді мынаяғын істеп алайын айтқанда. Келтіріп жібере қойын. Өздеріңіз дұрыстап саларсыздар, логикасын үйреттім. Енді не болып тұр мына жерде? Табанның қабырғалары 8 болсын, әрі 5 болсын, и әрі 30 градус дейді. Енді параллелепипедтің толық бетінің ауданы 70 дейді. Жақсы. Оның толық бетінің ауданы біз білеміз, что S толық беті тең болады S бүйір беті, жаңа жаздық, қосылған S табаны. Дұрыс қой. Енді бүйір бетінің ауданы, то есть мен бұл жерде бүйір бетінің ауданына байланысты биіктігін табам. Енді біз S табанды жаза аламыз. Ол қалай? Бізде жалпы S параллелограмм дейші.
бүйтіп келтіріп жібере қояйын. S параллелограмм аудан білеміз. Ол бізде А көбейтілген Б көбейту синус альфа. То есть екі қабырға и оның арасындағы бұрыштың көбейтіндісі. Осы формуланы қолданып бүйір бетінің табандарын одан тауып алайын. Сонда S табан тең болады 5 көбейту 8 көбейту синус 30 градус. Әрине бізде не болады? 2-ден 1-ге. Яғни бұл жерде бізде оның асты да үстінде ауданын қосу керек болғандықтан мен бағанда жеке жазбай, просто 2 көбейте салайын. 2 ол бізде себебі. Осы жерде 2-2 қысқартып бізде не шығады? 40 шығады екен. Так, енді S солқ бетінің ауданы берілген. 170 тең болады S бүйір беті қосу 40. Осы жерде бізде S бүйір беті бар ғой, 130-ға шығады. Жақсы. Енді полибеттің биіктігін табатын болсақ, біз былай жасасақ болатын секілді. То есть мына бір жер 8, мына бір жерді H деп алайық. Мен былай жасалайын. Бұл жерде S бүйір бет деген қарама-қарсы екі қабырға бірдей, қарама-қарсы екі жақ и былайына тұрған екі жақ қой. То есть мен бұны екіге бөліп жіберсем, бір-біріне ұқсамайтын екі жағының аудандарының қосындысы пайда болады. Түсіндіре алдым ба жалпы? То есть мынаумен мынау ұқсайды, мынаумен мынау ұқсамай ма, мына бер жағындағысы. То есть осы жерде мен екіге бөліп жіберіп, бір-бірден азайтайын. Сонда 130-ды бөлесің 2-ге тең болады 75-ге. Сонда менде не болады? Яғни 75, немесе осы түрде алса болады. Жақсы. Бүйте салайыншы онда, бұны бүйтіп миларыңызды ашытпайық. Бүйтіп жаза салсаңыздар болады, негізі болғанда әдемі болып береді. То есть бағана айттым, оның мына табандарының бар ғой. Мына бір табанның қабырғаларын қосындысын бүйтіп жазасыздар, қараңыздар. Теңдейсіздер. H көбейту 5 қосу 5 қосу 8 қосу 8. Енді осы жерде пропорция арқылы кәдімгідей H-қа болсаңыздар болады. Бізде H есептейтін болсаңыздар 130 бөлінген әрине 26 тең болады 5 дейтін жауап шығады. Осындай бір қызық есеп. Жақсы. Келесі есепке өтейік. Мынау енді сәл-пәл нормаль есеп енді. S ағысы пирамидасының бүйірқылары өзара тең және олар табан жазысымен 60 градус бұрыш жасайды. Так, бірінші сызбасын сұрап берген. Жақсы, сызбасын сызайық қолмен. Мына іште бір нүкте қояйық типа. И былай бір түзу жүргізейік. И былай бір көрейік енді. И мына іштен былай қарай бір түзу жүргізейік енді, былай келтіріп өзімізше. Енді мынау мен аны қосайық. Мынау мен аны қосайық. И мына жеттен мына жағы мен мына жақты қосып алайық бір-біріне. Бірақ оны қосқан кезде де бит-бит қосайық, үзік-үзік қылып ше. Бұл бізде себеп ар жағында тұр ғой. Енді бір нормальный сияқты более-менее. Менің ойымша апайларыңыз бал беретін шығар бұл неге де. Так, мынау мен мынау бірдей. Қараңыздар, өзара тең бүйірқылар. Енді мына іштен биіктік түсіреміз. Шоуына шейіліп, как-то ортасына қарай ше. Енді неттір табан жастығымен 60 градус ет. Жақсы. Онда мына бір жер бізде 60 градус. То есть мынадан былай қарай бүйтіп іште ысылған шеңбердің сырттай ысылған шеңбер радиусын аламыз. Просто айта салдым. Енді сызбасын таптық. Енді не істейміз? S төбесінен түсірілген биіктіктің проекциясының табан жастығындағы орналасуын анықтаңыз дейді. Жақсы. Мына жаққа жазылайын. Қараңыздар. Мынаны A, V, C деп белгілесем, мынаны S дейін. Яғни менен не сұрап тұр? S дейді, мынаны O дей салайын. S оның мына бір табан жастығына түскен проекциясын сұрап тұр. Енді бұл жерде бір қызықтары дүние бар енді. Егерде олардың мына бір пирамида болған кезде, олардың бүйірқылары өзара тең болса, онда оның проекциясы бар емес па? Яғни мына жердегі биіктіктің проекциясы ол үшбұрышқа сырттай ысылған шеңбердің радиусына тең болады. То есть оның үстіне барып түсе қалады. Бізде проекция дейтін жалы 90 градус жасап түседі ғой. Мына жер бізде 90 градус. Яғни мына бізде тоже сырттай ысылған шеңбер радиустарына айналады. То есть ол мына А жаққа қарай түссе де болады, Б жаққа қарай түссе де болады, С жаққа қарай түссе де болады, өз еркі. Сонда біздің істеткеніміз мына есептің жауабына SO ол бізде неге түседі деген сөз? Сырттай ысылған шеңбер радиусына тең болады екен.
немесе радиусына түседі деп жазсайықшы. Иә, осы бір нәрсе. Жақсы, енді не дейді? Пирамиданың бүйір қырлары дейді 8-ге, в тең 6, табандағы в төбесінен түсірген биіктік асы қарасы. Жақсы, бүйтіп суретін қайтадан сала салайын. Суреті мынадай түрде болып бағана, иә, осылай әкелдік, осылай әкелдік, осылай әкеп қойдық. Осылай әкеп қойдық. Енді мынашттен былай қарай биіктік түсті. Енді қараймыз. Не деп тұр? Бүйір қырлары 8-ге тең дейді. Жақсы, барлығы 8-ге и бірдей еще бәрі. В-сы тең, то есть мынаны А, В, С, С салайын. В-сы тең неше деп тұр? 6 дейді. В төбесінен түсірілген биіктік асты қабырғасын қақ бөледі дейді. Жақсы. Қараңыздар, мына жер тең дейді. Енді қараймыз. Жалпы бізде биіктік деген мына 3 бір салайыншы. А, В, С болса, В төбесінен былай қарай биіктік түссе, ол бізде биіктік болғандықтан 0,90 градус жасап түседі. Бірақ та ол мынаны қақ бөліп тұрған болса, ол негізінде бұл медиананың қасиеті. Ал бізде қай үшбұрышта бұл медиананың қасиетін биіктік атқара алады? Ол әрине қандай? Әрине тең бүйірлі үшбұрыш ол. Тең бүйірлі. Дұрыс қой. Тең бүйірлі болады. Сонда мына жер 6 болса, мынаның ар жағы тоже 6-ға тең деген сөз. АВ. Енді біз былай жасап көрейік. Асты қабырғасын ұзын табу үшін. Бізде мына бір жер бар. Иә, мына бір жер 60 градусқа тең болды. Енді мына бір үшбұрышты қарастырайықшы. Негіз нормальный ойланып требовать етеді. Қараңдар, мынау. Нәштегі 6 ар жағында қабырғаны көп жазбай қойыншы, шатасып кетерміз. Так, мен бүйтем. Мынаны былай қарай өтірік салып алайын. Енді көрсету үшін. Так, мына жер 8-ге тең гипотенуза. Мына жер 60-ға тең. 60 градусқа. Енді мына жер 90 градусқа тең болса, мына жер бізде жыбы 30 градусқа тең болады ғой. Енді бізде мынадай нәрсе бар. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға всегда гипотенузаның жартысына тең болады. Онда мына жер бізде 4-ге тең болады. Осындай нәрсе. Енді бүйтіп жазып қойыңызшы, сіздер бал бермей қалуы да мүмкін. То есть синус бүйтейінші, мына жерді x деп аламыз. X бөлінген синус 30 градус тең болады 8-ге, x тең болады 2-ден 1 көбейту 8, x тең 4. Осылай жазыңыздар. Енді не істеу керек екен? Мына жер таптық сырттай салған шеңбердің радиусын. Ол бізде 4-ге тең болды. Так, біз былай жасап көрейікші. Мына табандағы үшбұрышты бар ғой, былай салып алайық. Бүйтеміз. Бақытыңды тапасың, тыжыбыны жарасың деп қоясың ғой жаңағы. Так, мына жерде 6 болсын, мына жерде былай биіктік түсін, нәрі тең болсын. Енді мен не істедім? Осы ретте мына жердің ұзындығын таптым. То есть бұл сырттай салған шеңбер радиус деп қойын. R, бұл 4-ге тең. Енді бізде мынадай бір қасиет бар. Ол қандай қасиет? Қазір көрейік. Мен былай жасасам болатын секілдіше, мына бір ретте. Мына 6 дейтін қабырға бар ғой, осы қарама ашатын қабырғаны тауып көрейін. То есть осының синус альфасын. Жалпы маған бұнды жерде бар ғой, косинус альфасын тапсам, бізде косинустар теоремасы арқылы не істесем болады. То есть бір қабырғасын тапсам болады. Маған керек қабырға мынау ғой. Мынаны саласайыншы. А, В, С, короче. Маған мына қабырға керек, X болып тұр. Енді мен негізді косинустар теоремасы арқылы не істесем болады, тапсам болады. Оны жазып қойын қазір. Яғни бұл дейтін не болады? Өзіне 6-ға, мысалға 6-ның квадраты дейміз. Оған 6-ның квадраты тең болады. Мына іштегі 6-ның квадраты, екінші қабырға и сосын x-ның квадраты. 3 нені былайына подряд жазып аласыздар. То есть осы жерде бар ғой, мына 6-ны алып тұрғандықтан, осы 6-ға қарама ашатын қабырға синус альфа деп тұр ғой. Бірақ оны мен косинус альфа деп жазайын. Аны өшіре салайын, косинустар теоремасын жазып жатырмын. Осы жерде азайтылады 2 еселенген 2 қабырға, яғни біреуі x, біреуі 6 ғой, и осы жерде косинус альфа.
Енді мен осы жерден бар ғой косинус альфаны өрнектесем болады. Бірақ бұл жерде бізде не болып тұр? Косинус альфаның мәні жоқ, короче, x табайын десем. Мен мынаны алып қоямын да синустар теоремасын қолданамын. Так, синустар теоремасы қалай? То есть бізде мынадай қасиет бар. Бір қабырғаның мысалға аның синус аға қатынасы тең болады 2r деген. Яғни бұл жерде бұл формула қалай жүзеге асады? Қараңыздар. 6-ның, өзіне қашатын қабырға альфа мына бұрыш деп алайын. То есть 6-ның осы альфа бұрышының синусына қатынасы тең болады 2 еселенген сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Мен сырттай сызылған шеңбер радиусын білемін. Осы арқылы істеймін, синус альфаны өрнектеп аламын. Енді дальше қараңыздар, тамашалаңыздар. Синус альфамыз бізде тең болады 6 астында бізде 4 5 8 болып кетеді. Енді бұл жерде 4-тен 3 болып кетеді. Синус альфа 4-тен 3-ке тең болды. Енді мен осы арқылы косинус альфаны тапсам болады ғой. Ол қалай? Яғни бізде что базалық формула бар. Қалай? Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең 1. Енді осы жерден мен косинус альфаны табатын болсам 1 минус синус квадрат альфа и осыны төбірдің астына аламын. Енді осы жерде орнына қойсам, мен косинус альфаның мәні төбірдің астында 1 азайтылады. 4-тен 3-дің квадраты ол менде әрине 16-тан 9. Бұл жерде менде төбірдің астында, то есть төбірдің астында 16-тан 7 шығады. И төбір асты 7 болып тұра берсін. Мынау астына 4 болып шықсын, оны қинамай қойық. Шығалатын нәрсе ол. Мұнан таптым. Наконец-то. Негізі бұл жерде бар ғой, кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін. То есть бұдан да жеңіл жол бар ғой деп, может тапсаңыздар, может бар болуы мүмкін. Бірақ та бұны бағалайтын кезде именно осы теоремаларды қолдану керек болады. Бүйтіп наугад ұрып жіберуге болмайды. Енді не істейміз? Таптық, енді орнына қоя салайықшы. Орнына қойсақ, то есть 6-ның квадраты мен 6-ның квадраты бүйтіп жойылып кете салады. Осы жерде x-ның квадраты қалады. Яғни x-ның квадраты азайту 12x болады. Мына екеуін көбейтесіздер. Ал косинус альфаның мәні бізден болып тұр. Төбір асты 7 бөлінген 4-ке тең болып тұр. Осы жерде 4 пен мынаны қысқартасыздар 3 болады. Сонда x-ның квадраты минус 3 төбір асты 7x-қа. Ойбай, 3 төбір асты 7x-қа тең 0. Сонда мына іште бізде x жақсынырдан шығарсақ, x минус 3 төбір асты 7 тең 0-ге. Енді x тең 0 деп аламыз, x тең 3 төбір асты 7 деп аламыз. Енді бізде x 0-ге тең болуы мүмкін емес қой, бізде қабырға қой. Онда мына жауап бізге керек емес, бұл түбір. Бізге керек мына түбір. Сонда біздің есептің жауабы не болады екен? 3 тең, ойбай, x тең 3 төбір асты 7 дейтін өрнекке тең бола салады екен. Жалпы бізде осымен сіздерге берілетін БЖБ-ның сұрақтар аяқталды. Егер де осы талдау ұнаса, осы парақшамызға тіркеліп кетіңдер, және мен жеке YouTube каналыма, Instagram каналыма тіркеліп алсаңдар болады. Бұдан да көп, әлі алда 2-ші тоқсан, 3-ші тоқсан, 4-ші тоқсан БЖБ тәжірибелерін бұйырса талдап беретін боламын. Сау болыңыздар.